Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме патсайы көйлек киген қыз. Қарамаңызшы олай, ұяламын, жүрегі аласұрып кетті. Неткен ерке қылық, сұлу наз, даусы да сыңғырлап тұр. Күміс қоңыраудың үніндей, жымиғанда миығында пайда болатын оймаққа дейін әсем жарасымды. Аласы аз, қарасы мол, жәудір көз. Табиғат неткен шебер, неткен сахи шіркін. Бір адамның басына сонша сұлулықты үйіп бергенін қарасаңшы. Елдос өзінен өз қысылды. Сұлулыққа арбалып бір сәт қыздан көзін айыра алмай қалған. Қарамаңызшы олай, ұяламын деп еді қызара жымиып. Есік қағылды. Ағай, шай дайын болды. Жымиып күліп тұр. Миығында оймақ ойнайды. Қазір барам. Елдос қапелімде сасып қалды. Ұрлық үстінде ұсталған адам сияқты қыбыршықтап, әр нәрсені бір түртпектеп жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Соңғы кезде шаршап жүрсіз-ау аға деді. Гүлайым бұл столға отыра бергенде. Иә, жұмыс көп. Қызметкерлердің біразы еңбек демалысына кеткен. Сол арақ деген пәлені ішпей-ақ қойыңызшы. Сәл-пәл мұң күркеулеген мөлді жанар өзіне бір сәтке тесіле қарады да тайып кетті. Ерекше қылық, ерке наз бар даусында. Иә, өзім де солай ойлап жүрмін. Шаршағанда бұлай нетіп, ішін креп қойып, бір сөздің басын құрап, дұрыс айта алмай әбігерленіп қалды. Сиқыры бар шығар мына қыздың. Жарайды, шайыңа рахмет, мен болдым. Бөлмесіне келді де төсегіне құлады. Көз шырымын алайыншы деп ойлаған. Бірақ қайдағы ұйқы. Көзі жұмулы, көкірегі ояу. Есіне Гүлайымның ағасы түсті. Өзінің досы, қанды көйлек жолдасы Айбар. Оқуға бірге түсті. Бірге бітірді. Ленаға үйленерде қарсы болып бағып еді. Атасы басқа елі бөтен кәрістен қатын алып, не опа табасың деген. Бірақ бұл тыңдады ма? Мен ғашықпын деді. Махаббатқа ұлтқа қарамайды деді. Мен оған үйленбесем мәңгілік үйленбей өтем деп қасарысты. Шынында да Лена көзін қиып көңілін қалдыратында емес еді ғой. Қылығын айтпайсың ба оның? Ал енді не болды? Қайда сол сұлу өзіне ғашық еткен? Қайда сол қылық өзін арбаған? Қайда сол өз аңсаған арман болған қимас сәттер? Бәрінің де баянсыз болғаны ма? Есікті қағып ішке Гүлайым кірді. Кешіріңіз аға, мына көйлектеріңізді шайып тастайын. Кір жуып жатыр едім. Гүлайым етегі сусылдаған шәйі көйлек киіп алыпты. Киімінің жарасқышын деп ойлады Елдос. Не кисе де әріне әр қосады. Ұры көз шығып бара жатқан қыздың бөксесіне түсіп кетті. Пәк емес деген ұры ой санасында жарқ етті. Ұры көздің көргенін ұры ой дәлелдейтін сияқты. Кім екен ол бақытты адам? Қызыл гүлдің шырынын алғаш сорған. Кеудесін қызғаныш кернеді. Маған не көрінді, не болған өзі? Көңіліме сайтан ұялап алған жоқ па? Досымның қарындасын жаман ойға қалай қиып отырмын? Орнынан атып тұрды. Мына сайтан ұялаған көңілді тазартайын. Арам ойдан арылап алмаған басты жөндейін. Басы меңзең, ойы ұйқы-тұйқы. Қайда барады? Неге барады? Өзі де білмейді. Біраз жүрді. Біраз сенделді. Көшеде адам көп, сендей соғылсады. Сергелдең ойдың бір сәтке серпілетін түрі жоқ. Қараса Аққу кафесінің жанына келіп қалыпты. Баяғыда үйленер алдында Ленамен келгені бар еді. Күн тамаша болатын. Қыз болса ғажап, етегі кестеленген, белі қынамалы, көк жібек көйлек киіп алған. Қылығы ерке, назы ерекше. Ерксіз бұрылды. Сағынышқа айналған өткен күндерін есіне түсіріп біраз отырғысы келді. Шетін неңіз бар? Шетін бәрі бар, коньяктан басқа түк жоқ. Көзіне қара көзілдір киіп алған, шашын желкесіне түйген, қосанары төсін керген ақсары қыз қалжыңдасқысы келетін сыңайлы. Балтыры әппақ екен. Мен мұндалап тұр. Елдос қыздың басынан аяғына дейін асықпай шолып өтті. Қалай ұнайын ба деді қыз. Әлде шын, әлде кекесін. Ғажап, тек көзілдіріңізді алыңызшы. Адамның көріп көзінде ғой. Талып қаласыз, мен қылаймын. Қыздың қалжыңдап тұрған сезсе де, Елдостың тәтті ойының бәрі тас талқан болды. Бір түрлі суып қалды. Жарайды, уақытыңызды бөліп қалжыңдасқаныңыз үшін рахмет. Бір коньяк әкеліңіз. Бір дегеніңізді қалай түсінеміз? 100 грамм ба әлде бір бөтелке ме? Кейінгісі, өзіңіз ғана ішесіз бе әлде біреуді күтіп отырсыз ба? Ол менің жұмысым. Иығын қиқаң еткізіп бөксесін бұлтаңдатып бара жатқан даяш қыздың соңынан көзін алмай қарап қалды. Неше еркектің құшағында болды екен. Санынан өзі де алжасқан шығар.
Алғашқы рюмкені толтырып құятын әдеті. Тәбеті болмай тұрса да көзін жұмып тартып салды. Бір сәтке бойы жеңілденіп, сергіп қалғандай болды. Баяғыда Ленамен келгені тағы есіне түсті. Өзінің Ленасы. Жоқ, бұрын өзінікі болған, бүгінде жат. Басқа Лена. Бәрі жақсы басталған. Оқуды бітіре сала редакцияға жұмысқа орналасты. Алғашқы кезде енесінің қолында тұрды. Пәтер алғанша тұрыңдар деген соң. Бірақ қазақи өмірге жат. Осы бір күшік күйеулік тұрмысқа көндіге алмаған рас. Дегенмен пәтердің ауылы алыс. Бұдан бұрын істеп жатқандардың кезегі үміт күтерлікте емес. Үмітсіз шайтан. Көну керек, шыдау керек. Сонымен көптен күткен бақытты күнге де жетті әйтеуір. Обал не керек? Енесі көп жүгірді. Беделін абыройын ортаға салды. Негізінен енесінің жаны жомарт еді деп айта алмайды. Бәрін қызы үшін істейтінін де мойындайды. Ленаның айтуынша шешесі жалғыз қызының қазаққа тұрмысқа шығатынын естігенде бұлқан-талқан ашуланыпты. Кейін заман сан өзгеріске ұшырады. Одақтың күлі көкке ұшты. Жұмысынан қате кемшіліктер табылған енесі орнынан түсті. Жылы жер, жұмсақ орынға үйреніп қалған ол табан астынан айныды. Енді қазақтар бізге күн бермейді дейді. Неше жыл бойы Қазақстанның дәмін татқан адамның сөзі. Алматыдағы 4 бөлмелі пәтерді Владивостокқа сондай пәтерге ауыстырды. Қашанда іші тар, өзге емес өзіне болсын деп үйренген дола еленді бұлардың үйлеріне ауыз салды. Айырбастан немесе сатасың. Бұл үйге менің еңбегім сіңген деді енесі. Мен ешқайда бармаймын дейді бұл. Лена да бармайды. Бармасаң бадалып қал. Қызымды тастап кете алмаймын. Үйді бөліске саламыз дейді ол. Ал Ленаның кеткісі келмейді. Бірақ шешесінің айтқанынан да шыға алмайды. Ит ыржылмен өткен 6 ай шаршатып бітті. Бір жеңіліс, бір жеңіс. Жеңгені үй бөліске түспейтін болды. Ленаның келісімімен. Жеңілгені Ленамен айырылысты. Бұған араша түсетін құдірет табылмады. Долы шешесінің айтқанынан шыға алмады. Әлі шешемді көндіремін, қайтып келемін деген қоштасарда. Қане келгені? Келмек түгілі бір хабарласуға жарамады. Ах, Лена, Лена, ақылың көп, ақмақтығың да жетеді. Қолын бөтелкеге созды, ортайып қалыпты. Мас бола бастаған сияқты. Рөмкеге қойылған коньякты сыдықтата жұтты да, көзін тарс жұмып отырып алды. Оң қолын маңдайына тіреген. Қалың ой қажытты мекен, қимылсыз сол күй біраз отырды. Оқыс дауыстан селк ете қалды. Қараса, қарсы алдында даяшы отыр, қолында темекі. Не дедіңіз деп сұрады Елдос. Кешіріңіз, сіздің үйіңіз бар ма? Біраз шаршаған сыңайлысыз. Барып демалыңыз. Мына коньяктың қалғанын аузын тығындап ала кетіңіз. Кафені жабатын уақыт болды. Сенің атың кім? Лена ма? Жоқ, Рашиназ. Сен мені кешір, Рашиназ. Бүгін біздің әйелім Лена екеуміздің махаббатымыздың өлгеніне 1 жыл болды. Соның жылын атап өтіп отырмын. Менің қайғыма ортақ бол. Кел екеуміз шейік. Оянып кетті. Алғашқыда қайда жатқанын түсіне алмады. Өз төсегіне ұқсамайды. Қасында біреу жатқан сияқты. Пысылдамай демалған сезіліп жатыр. Сүрініп жүріп жарықты жақты. Масқара. Қасында даяшы қыз. Жарықтан ол да оянып кетті. Не іздедіңіз Елдос деп керілген қыз белі аударылып түсті. Шөлдедім. Тоңазғышты аш ішетініңіз бәрі сол жерде. Маған 1 рюмке коньяк құйып бере салшы. Кенезесі кеткен Елдос салқын сыраны басына көтеріп мейірлене жұтты. Рашиназға рюмке толы коньяк тұстатты. Өзіңше? Жоқ, жүрегім көтеріліп тұрғаны. Айтпақшы мен бұл жерге қалай келдім? Біріншіден аш қарынға ішпеген дұрыс. Екіншіден бас жазу үшін көп ішпеу керек. Үшіншіден махаббат деп көп қайғыру дұрыс емес. Махаббат дегеніміз төсек. Ол сен сияқты жігіттерге жыр емес. Төртіншіден қыз қолана жымайды. Айтайын ба, айтпайын ба? Айт, несі қалды енді? Айтсам төртіншіде маған ұнамауың керек еді. Міне солай, келдің бұл жерге. Елдос үндеген жоқ, қыздан үнсіз қалды. Әркім өз ойымен әуре. Сыртта тырс-тырс еткен тамшының даусы естіледі. Ол орнынан тұрды да киіне бастады. Қыз ләм-мим демеді. Сол жатқан орнынан қозғалған жоқ. Киініп болған Елдос оған жақындап келді де ернінен сүйді. Есікті жауып ал. Енді қашан келесің? Күнде келетін боламын. Bir жола келіп алсам қайтеді осы. Ол бұрылып артына қарады. Еркің білсін, сен үшін есік ашық. Сыртқа шықса жаңбыр толастамапты. Кәдімгі өзі жақсы көретін мақпалдай майда жауын.
Махаббат деген төсек деген Рашиназдың сөзі есіне түсті. Шынында да солай сияқты. Көрді, танысты, жатты. Есімін ғана біледі. Ол бұның есімін. Басқа не біледі? Атасы кім, тегі қандай, кімі бар, кімі жоқ. Бұл одан сұрамайды, ол бұдан сұрамайды. Біреуі енді қашан келесің дейді, екіншісі бір жолата келіп алсам қайтеді дейді. Махаббат деген төсек кафедегі ой есіне түсті. Неше еркектің құшағында болды екен. Көшеде жарық мол, тып-тыныш. Осы бір құлаққа ұрған танадай тыныштықтың шырқын анда-санда өткен машиналардың даусы ғана бұзады. Қайтадан жым-жырт, су сепкендей. Сол арақ деген пәлені ішпей-ақ қойсаңызшы. Көңілі құлазып сала берді. Етегі сусылдаған, шәйі көйлекті Гүлайымның бейнесі тұра қалды көз алдына. Ерекше қылық, еркен азбен айтқан жаңалық сөз естілгендей болды. Не істеп жатыр екен? Ұйықтап қалғанда болар. Белгілі адамның сұхбатын газетке дайындап жатқан. Есіктің қоңырауы шылдырлады. Кім екен? Беймезгіл жүрген деген оймен есікті ашып қалса, бір қыз тұр жымиып. Міне мен келдім дейді. Кел деді абыржып қалған бұл. Төрлет. Қыз қымсына ішке енді. Қайдан жүрсің? Аспаннан түстіңіз бе? Жоқ, пойыздан түстім. Миығынан күліп тұр. Әрі танымадыңыз ба дегендей сұрақтың белгісі бар жүзінде. Мен ауылдан келдім аға. Айбардан хат алдыңыз ба? Кешір қалқам. Танымай қалғаным рас. Айбардан хат алмадым. Келмеді хат. Оқуға тапсыруға келдім. Бағымды сынап көрмекпін. Ертеңнен бастап пәтер іздеймін. Жоқ, ол не дегенің? Үйде бола бер. Ешкім сені мазаламайды. Сабағыңа дайындал. Ештеңеге алаң болма. Жеңешем қайда деді қыз. Айбар ағам әзілдеп отыр еді. Кәріс жеңешеме сәлем айт деп. Кәріс жеңешең алыс-алыстарға жол жүріп кетті. Жақын арада айналып келе қоймас. Үй ішіне бағдарлай көз салған қыз бірдеңені түсінген болу керек. Үндемеді. Сол күннен кейін бұл тақырыпқа сөз қозғалған жоқ. Біраз жаяу жүрген ол қалың ойдың құшағында келе жатып, үйге жақындағанын да сезбепті. Міне мына биік үйдің 7-ші қабатында өзі тұрады. Қалтасынан кілтін алып есікті ашуға ыңғайлана бергенде, Елдос қолын тартып алды. Домбыраның күмбірлеген үні, Гүлайымның сыңғырлаған даусы естілді. Бұған таныс бала кезден құлақ сіңді болған ән Қарақалпақ қосығы. Адам өмірінде аңсаған шақ қимас сәттер өте сирек болады, және сонша қысқа. Көңілді торлаған мұңнан аз уақытқа арылып, сол шақты аңсайсың, сол сәт сағынасың. Ұзағырақта және ұзағыраққа созылған тілейсің. Елдос тап сондай күйде еді. Зарлы әуеннің қайталана түскенін мұңлы дауыстың үзілмеуін тіледі. Көк көйлек ішінде ilгекті түйме, ашығың болайын мені күйдірме, өзіңнен басқаға көзін сүйдірме, өзім хар жайдаман көңілім сенде тұр. Мұңлы әуен, ғашығын аңсаған бақытын іздеген бейбақтың жүрегін шарып шыққан запыран зары. Кім екен сол бейбақ? Жетті мекен арманына, тапты мекен бақытын. Сары хауыз бойында талың болмайтын, күндіз құлың ақшамда жарың болайын. Ақ жүзінде ноқат-ноқат қалың болайын. Өзім хар жайдаман көңілімде сенде тұр. Әуен талып барып үзілді. Елдос өкініп қалды. Неге тез аяқталды? Неге сонша қысқа болды? Көкірек сарай ашылып қалды. Құлазған көңілінде сенім пайда болғандай. Осы қас қағым сәттің құдіреттілігі неде? Не сиқыр бұны арбаған? Есікті ашып ішке енді. Қолында домбыра, өз төсегінде отырған Гүлайым ұшып тұрды. Жанарындағы мұң бірте-бірте сейіліп, нұрлана бастағандай. Әсем кірпіктерінің арасынан зүзіліп түскен мөлдір тамшыны байқатпағансып келіп, сүйріктей саусағымен сылып тастады. Мұнша кешіктіңіз, жаурап қалыпсыз, шай да тамақ та суып қалды. Ысытып жіберейін. Жоқ, Гүлім-ай, өзім ысытып ішемін. Сен неғып осы кезге дейін ұйықтамай отырсың? Қазір тез ысытып жіберемін. Ұйқым қашып кетті. Неге екенін білмеймін. Сіз ылғал киімдеріңізді шешіңіз, құрғағын ауыстырып киіңіз. Шынында да жаурап қалыпты. Бір кесе ыстық шайдан кейін денесі балбырап, өзім ауыржай бастады. Емтихан қашан? Жақындап қалды. Жүрексініп жүрмін. Талапкер көп. Бір орынға 10 адамнан артық. Нар тәуекел деп көреміз де. Айтпақшы, сіздің мақалаңызды оқыдым. Жақсы жазыпсыз. Бірақ қыз күмілжіңкіреп барып сөзін қайта жалғады. Бірақ отбасының бұзылуына әйелдерді көбірек кінәлағаныңызды түсіне алмадым. Сының орынды. Дегенмен әркімнің пікірі әртүрлі.
Мен өзімнің көз қарасымды, өзім жете білетін жағын ғана көрсеттім ғой. Ертең отбасылық дәурен өз басыңа да түседі. Бұл аса күрделі әлем, нәзік тұсы. Білемін деді қыз асығыс жігіттің сөзін бөліп. Басынан өткен. Қалай? Елдос енді ұрттай берген шайына шаш алып қалды. Менің ойымның дұрысқа шыққаны ма? Шыныменен, кім екен өз бақытын уысынан шығарған? Кім екен? Мына қыздың қадірін түсінбеген. Әлі өз кінәлі ме? Жоқ, мүмкін емес. Бұлардың отбасын мен жақсы білемін ғой. Ондай ортада тәрбие алған қыз жаман болмау керек. Айбар қандай жігіт еді, жібектей есіліп тұрған. Ойын қыздың сөзі бөліп жіберді. Яға, солай. Әрине өткен өмірім үшін ешкімді кінәлай алмаймын. Оған кінәлі қыз деген жолы жіңішке сорлының талайлы тағдыры. Мен күйеуімді өңім түгіл түсімде көрмегенмін, танымаймын. Алып қашты. Барғаннан кейін бірақ білдім. Ол қандай жігіт, туған туыстары кімдер, олар қандай адамдар, ең болмаса, осыларды білмей тұрып оған қалай жар боласың. Дегенмен көндім. Тағдырымды қарғай көндім. Ертеңгі қаулаған өсектен қорықтым. Ертеңгі мүсіркей қарайтын көздерден сескендім. Сөйтіп көндім. Мүмкін дәм тұзымыз жарасып кетер деп сендім. Бірақ сенімім ақталмады. Ол бірте-бірте өнер аша бастады. Ішіп келіп сабайтынды шығарды. Шектен тыс қызғаншақ. Егер мен оны өзім қалап, оның етегінен өзім ұстап, сол үйдің табалдырығынан өзім аттағанымда бәріне көнер едім. Өзім жаққан отқа өзім күйер едім. Ал ол өзі мені қалаған екен, арманына жеткен екен, енді неге орлайды? Гүлайым сөзінің соңын айта алмай булығып қалды. Нәркес жанарға мөлдір тамшылар үйіріле бастады. Балалар бар ма еді деді Елдос, мұңайып қалған қызға тіктеп қарап. Иә, бір бала бар. Мүмкін сол бала дәнекер боп қайта қосыласыңдар. Қанша дегенмен ол түсінер, өткеніне опық жер, ішкенің қызғанғанын қояр. Жоқ аға, үміт дәуреннен өтіп кеттік. Сенім жіп үзілді. Ресми түрде ажырасқанбыз, кешіріңіз. Өз басымның қайғысын айтып басыңызды ауырттым-ау. Шайдан алыңыз. Елдостың жүрегі елжіреп кетті. Қарсы алдында отырған мұңлы қызға жаны ашыды, оны аяды. Жылы сөздер айтып жұбатқысы келді. Бірақ не айтады, қалай айтады? Ақылын айтам деп, басу айтам деп, онсыз да сынық көңілінің күл-паршасын шығарып алса қайтеді. Есіне бағанағы ән түсті. Зарға толы мұңлы әуен. Кімге арнап айтты екен сол әнді? Кімді аңсап, кімді сағынып қайтты екен? Күйеуін емес, ол белгілі. Сонда кім? Жақсы көретін адамы бар шығар. Сол есіне түскен болар. Бұл кіріп келгенде жанарынан үзіліп түскен мөлдір тамшы сол жігітке деген сағынышы болар. Елдоста бір қызғаныш пайда болды. Сол өзі танымайтын көрмеген жігіттен Гүлайымды қызғанды. Жігітің бар ма деп сұрауға оқталып қалды да өзін іркті. Расы қысылды әрі қорықты. Қысылғаны қыз бұны аға тұтып отыр. Қорыққаны бір ауыз сөз, бар деген сөзден үрейленеді. Сол сөзді естігісі келмеді. Сол күннен бастап Елдос мазасыз күй кешті. Барлық сырын ақтарып тастап, ойын айтайын десе жүрегі дауаламайды. Ағам деп, ағамның досы деп келсем, сіздің айтып отырғаныңыз не десе, қандай күйге түседі? Айтпайын десе, іші дерт өртеп барады. Шынын атқанға ұқсайды. Жан тәнмен ғашық болып қалған сыңайлы. Екі оттың ортасында қалды. Арада көп өтпей, ол жол сапарға аттанды. Барғысы келмей сырғақтап еді, редактор көнбеді. Бір аптада айналып келесің дейді. Бастықтың аты бастық. Жол сапар бір апта емес, 10 күннен асып кетті. Бірақ біраз жұмыс бітірді. Енді асығу керек, үйге Гүлайымға. Барған соң бәрін айтам деп ойлады Елдос. Әуелі қоңырауды басты, үн жоқ. Екінші рет басты, тағы да үнсіз. Аптыққан күйі қалтасындағы кілтпен есікті ашты, тым-тырыс. Көңілі құлазып сала берді. Шынымен кетіп қалғаны ма? Емтиханы не болды екен? Әлде бір жаққа шығып кетті ме? Үстел үстінде жатқан қағазға көз түсті. Аға деп басталыпты қағаздағы жазу. Мен емтиханнан құладым. Бірақ сізді күтіп жатудан ыңғайсыздандым. Онсыз да бір апта іркілдім. Қанша дегенмен ыңғайсыз ғой. Өзіңізді көріп қоштасып кеткім келді, амал не? Күтпеді деп өкпелемеңіз. Көп нәрсені жазғым келеді. Бірақ әйел жолының жіңішкелігі жол бермейді. Сорымыз да, бағымыз да сондай ғой. Айтайын дегенімнің бәрі ішімде кетіп барады. Ол сырларым ешкімге ешқашан айтылмайды.
Егер кездесу жазса, өзіңізге ғана айтам ақтарам. Кездесу жазбаса, өзімен бірге кетеді. Мәңгілік. Саламаттығыңызды тілеп, бетіңізден сүйдім. Гүлайым. 19 тамыз. Бүгін сағат 11-де ұшақпен ұшамын. Елдостың жүрегі атқақтап, қанасына симай кетті. Бүгін ғой 19-ы. Сағатқа қарап еді, 10 болған екен. Әлі 1 сағат бар. Үміт оты қайта жанды. Үлгерем деп ойлады ол. Үлгерем. Қазір такси ұстап жетуім керек. Есігін асығыс кілттеді де, көшеге жүгіріп шықты. Ол таксиге келе жатып, қағазға қайта көз жүгіртті. Ол сырларым ешкімге ешқашан айтылмайды. Егер кездесу жазса, өзіңізге ғана айтам ақтарам. Кездесу жазбаса, өзімен бірге ала кетем. Мәңгілік. Қандай ақмақпын, қандай топаспын қыз жанын түсінбеген. Өзін өз сыбап келеді, өзін өз жерлеп келеді. Алматы Нөкіс бағытында ұшатын рейстің ұшу уақыты техникалық себептерге байланысты 2 сағатқа шегеріледі. Елдостың қуанғаны соншалық көзінен жас ыршып кетті. Үлгердім деп ойлады. Елдос, үлгердім. Гүлайым қайда екен? Әуежайдың 2-ші қабатындағы жолаушылар залында ине шаншар жер жоқ, толып отыр. Жан-жағына мұқият қарап келе жатқан Елдос, қатар қойылған орындықтың ең шетінде теріс қарап отырған Гүлайымды көріп қалды. Ол ештеңе назар аудармастан мұңлы жанарын бір нүктеге қадалып қапты. Терең ой құшағында. Гүлайым орнынан ұшып тұрды. Аға, жанары жәудіреп тұр. Жанына таяп келген Елдостың бетінен сүйді. Елдос болса оны құшағына қысты да, үлбіреп тұрған еріне ернін тигізді. Жүр кеттік, үйге қайтамыз деді сыбырлап. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Шарафаддин Әмір. Әңгіме ұнаса, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар.